Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Кімде кім құл хуаллаху ахад деген сүрені басынан аяғына дейін 10 рет оқитын болса, Алла тағала оған жәннаттан үй тұрғызып береді деп айтты дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анху айтты: "Идан настакфиру я Расулаллах." Олай болатын болса, көбейтпейміз бе я Алланың елшісі деп айтты дейді. Қараңызшы, Омар айтты, онда істейік дейді. Сол кезде Алла тағала Аллаху аксару ва атйаб, Алла тағала көбейтеді және де жақсартады. Ей Омар деп айтты. Бұл имам Ахмадтың риwayatында жететін хадис. Тағы да бір хадисте, жақсы тағы бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Кімде кім бұны 10 рет оқса, Алла тағала оған жәннаттан үй тұрғызып береді деп айтты дейді. Ал 20 рет оқса 2 үй тұрғызады, 30 рет оқса 3 үй тұрғызады деп айтты. Бұл хадис әлсіз емес. Әлсіз емес. Өйткені бұл хадистің иснады жақсы деп берген ғалымдарымыз. Сол кезде, яғни 30 рет оқитын 3 үй салынып береді екен. Сол кезде Омар ибн аль-Хаттаб, олай болса жәннаттағы сарайларымызды көбейтпейміз ба я Расулалла деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллаху ауса мин залик", Алла тағала одан да кең, Алла тағала қаласа одан да кеңейтіп беріп саған бере береді иншалла. Сол үшін де бауырлар, қараңыздар, Ибрахим алейхиссаламмен Миражда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кездескен кезде Ибрахим алейхиссалам айтты: "Жәннат" деді, "ол кең үлкен алқап" деді. Кең үлкен алқап берілген жер саған дейді. Тегіс жер дейді. Тегіс жер. Ал енді кімде кім Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хаула ва ла қуввата илля биллахил алийл азим деген кім дұғаны айтса деді, сол адамға сол кеңінен берілген жерде періштелер үй тұрғыза береді деді. Қашан сен осы дұғаны тоқтатасың, олар да тоқтатады стройканы. Қашан сен жалғастырасың, олар да жалғастырады ол стройканы да. Сен оқып атсың ба, стройка болып отыр да. Өйткені инвестиция сол да. Жәннаттағы үйлердің инвестициясын Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям Ихлас сүресі деп тұр. Шын айтайын, Ихлас сүресінің пайдалары өте қатты көп. Енді оқып оны тізе беру тек қана артықшылдығын ғана айта беру ғана болады да. Субханалла. Енді қараңыздаршы, инвестиция не екен? Ихлас сүресі. Оқисың, жәннаттан үй тұрғызылып жатыр, періштелер үй салып жатыр да. Сол себепті адам иншалла жәннатта өзі баратын, Алла беріп қойған кең жерге не істеу керек? Инвестиция жасап, сол жерге үй құрылысын жасау керек. Алла тағала сізге не берді? Мүмкіншілік берді. Ал сал деді. Сіз саласыз да. Демек, жәннатта үйдің тұрғызылуына себепкер болатын бір сүре екен да, субханалла.